Көпшіліктің аспиринді тек ауруды жеңілдету үшін ғана қолданбайтынын біліп пе едіңіз? Бұл дәрі сіз біле бермейтін түрлі қасиетке ие. Ацетилсалицил қышқылын қолданудың қай-қайсымызға да қажет болуы мүмкін, оны әдісін ұсынамыз. Безеулермен күресуге көмектеседі. Қабынуға қарсы қасиетінің арқасында аспирин теріні тыныштандырып, безеуді кішірейтеді. Ол үшін аспириннің 2-3 таблеткасын, қабықшасыз болғаны маңызды, ұнтақтап, лимон шырынымен араластырамыз. Қосындыны безеуге жағып, 1 минут шамасында ұстаңыз. Артынша жуып тастаңыз. Бұл қоспаны күнге шығар алдында қолдануға болмайды. Жәндіктер шаққанда пайда болатын қышуды басады. Сонымен қатар аспирин маса шаққанда пайда болатын ісіну мен қышынуды басады. Қабықшасыз аспирин таблеткасын сумен араластырып, шаққан жерге жағып, бірнеше минутқа қалдырыңыз. Беттегі саңылауларды кішірейтеді. Аспирин май бездері секрециясын қалыпқа келтіреді. Нәтижесінде терідегі саңылауларды кішірейтіп, бет терісі тегіс әрі жарқырай түседі. Ол үшін мына масканы жасап көріңіз. Аспириннің қабықшасыз 7 таблеткасы. 3 ас қасық табиғи йогурт не қаймақ. 1 ас қасық бал. Масканы таза теріге жағып, 3-5 минут көлемінде ұстаңыз. Мұнан соң сумен жуыңыз. Қайызғақтан арылтады. Қайызғақ тек көркіңізді бұзып қана қоймай, қышуы себепті жайсыздық тудырады. Одан арылу үшін аспириннің 2 таблеткасын ұсақтап, өзіңізге жеткілікті мөлшердегі сусабынмен араластырыңыз. Эксфолиант ретінде қызмет етеді. Ацетилсалицил қышқылы терідегі өлі жасушаларды жояды. Эксфолиант дайындау үшін 2 таблетка аспиринді сумен араластырыңыз. Қоспаны теріге жағып, бірнеше минутқа қалдырыңыз. Артынша бетіңізді уқалап, сумен жуып тастаңыз. Егер теріңіз сезімтал болса, мұндай эксфолиантты абайлап қолданыңыз. Ол теріңіздің тітіркенуіне алып келуі мүмкін. Аяқтағы мүйізгектерден арылуға көмектеседі. Бұл таблеткалар тіпті табан терісін жұмсарталады. Себебі қышқыл қабыршақтанған теріні тамаша кетіреді. 7 таблетка аспиринді ұнтақтап, 1 ас қасық лимон шырынымен араластырыңыз. Қоспаны табаныңызға жағып, 10 минутқа жылыда ұстаңыз. Одан кейін қиындық тудыратын жерлерді кеуектаспен ысқылаңыз. Зақымдалған шаштарды қалпына келтіреді. Аспирин шашыңызға да пайдасын тигізеді. Ол шашыңызды тегіс әрі жарқыраған етеді. Оған қоса бояғаннан кейін түсін сақтауға көмектеседі. Bir шыны жылы суда аспирин блистерін ерітіңіз. Шашыңызды жуған соң дайындалған масканы жағыңыз. 15 минутқа қалдырып жуып тастаңыз. Киімдегі терден қалған дақты кетіреді. Терден қалған дақтар себепті жарамсыз күйге түскен киіміңізге аспирин екінші өмір сыйлайды. Аспириннің 1 таблеткасын жылы сумен араластырып, дақтарға жағып, 1 түнге қалдырыңыз. Мұнан соң киіміңізді жуыңыз. Нәтижесінің қуантары анық. Жуыну бөлмесіндегі сабын дақтарын ерітеді. Сабын дақтарын ысқылаудан шаршағандар үшін тамаша әдіс бар. 5 таблетка аспиринді ұнтақтап, тазартуға арналған құралмен араластырыңыз. Қоспаны сабын дақтарына жағып, жарты сағатқа қалдырыңыз. Мұнан кейін оларды ысқышпен оңай сүртіп аласыз. Кесілген гүлдердің өмірін ұзартады. Гүлсауыттағы суға аспириннің 1 таблеткасын қоссаңыз, гүл шоғы ұзақ жайқалып тұрады. Ол дәрінің судағы піхті өзгертіп, бактериялардың көбеюін баяулатуымен байланысты. Бұл әдіс, әсіресе раушан гүлі үшін тиімді. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.